Сәлем достар, бүгін сіздерге Қазақстандағы ең табысы көп мамандықтарды айтатын боламын. Ал кеттік. Программист. Ортаңғы айлығы 170 мың теңгені құрайды. Егер сіз компьютер мен программаларды жақсы білсеңіз, осы оқуға барсаңыз болады. НТ-да IT-шіне қатысу үшін математика, орыс тілі, физика және информатика пәндеріне тапсыруыңыз керек. IT саласы әлемде алдыңғы қатарларды алуда, ал Қазақстанда енді дамып келе жатқан мамандық. Тағы бір табысы көп мамандықтың бірі заңгер. Жалпы заңгер мамандығының орташа табысы 123 мың теңгені құрайды, ал жоғарғысы 500 мың теңге екен. Бірақ заңгер мамандығы қазіргі таңда бітіріп жатқан түлектердің саны өте көп. Статистикаға келсек, 2013 жылы 13 мың студент осы кәсіпте оқып бітірген екен, ал 2016 жылы бұл сан 16 мыңға көтерілген болатын. Бұл мамандықтың бастапқы айлығы 50 мың және 100 мың теңгенің арасы екен. 5 пен 7 жыл арасында жұмыс жасасаңыз, 100 мың мен 200 мың теңгеге көтерілуіңіз мүмкін. Ал 8 жылдан жоғары жұмыс істесеңіз, айлығыңыз 200 мың мен 500 мыңға дейін көтеріледі. Айта кетерлігі, бұл мамандықта қаншалықты көп төлесе де конкуренция өте көп, бірақ сіз бұған қарамастан оны сіздің мамандығыңыз екен біліп, осы мамандықта өзіңізді болашақта көрсеңіз, бұл сізге кедергі болмауы керек. Және де бұл жерде НТ-да дүниежүзі тарихы мен құқық пәндеріне тапсырасыз. Келесі жақсы төленетін мамандықтардың бірі, ол әрине мұнай мен газ саласы. Бұл салада ең аз айлық 197 мың теңгені құрайды, ал ең жоғарғысы 3 миллион 281 мың теңге. Жалпы бұл мамандыққа үлкен күш пен білім және тәжірибе керек. Ал бұл мамандықты минустары, жалпы бұл кәсіпке оқыған студенттер мен түлектерге жұмыс табу қиыншылығы. Және де бұл мамандыққа бір орынға 6 жұмысшы таласады екен. Сізге денсаулығыңызға әкелетін факторларды еске алу керек. Мамандық вақтылық әдіс бойынша жасалады. ОБТ-да математика және физика пәндеріне тапсырасыз. Депутаттар, олар орташа есеппен 700 мың теңге алады екен. Олардың айлығына әсер ететін факторлар тәжірибе, қаншалықты жұмыс жасағаны және парламенттегі қызметі болып табылады. Кейбіреулер 700 мың теңге тапса, кейбіреулер миллион үстінде табады. Бір айлық табысы көп жұмыстардың бірі құрылысшы. Бұл мамандық әлі көп жылдар бойы өзінің статусын сақтап қалатын көп емес мамандықтардың бірі. Олар карантинда да бос отырмай, қазір керек больницалар соғуда. Және де Қазақстандан атқан ел болғандықтан әр қалаларда үлкен бизнес-центрлар мен үлкен ғимараттар құруда. Ал достар, видео соңына келіп жетті. Егер видеоңызға лайк басып, комментарий қалдырып, подписка бөлімін басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Чико, чау бабино.